бүгін құрылысшылардың төл мерекесі. Осы айтулы датаға орай еліміздің сәулетіне сән қосқан құрыш қолды мамандар марапатталды. Төгілген тердің өтемі ретінде осы салаға өмірін арнаған 20-ға жуық құрылысшыға Қазақстанның құрметті құрылысшы және сәулетшісі төсбелгілері табысталып, премьер-министрдің құрмет грамотасымен марапатталды. Салтанатты жиында құттықтау сөз сөйлеген үкімет басшысы Серік Ахметов өткен жылы қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы аясында 6,7 миллион шаршы метр баспана пайдалануға берілсе, ал ағымдағы жылдың бірінші жартысында 3 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй салынғанын атап өтті. Мемлекет басшысының қолдауымен тәуелсіздік жылдары елімізде құрылыс саласын дамытуға барынша жағдай жасалды. Отандық құрылыс индустриясы қанат жайып, құрылыс материалдарын шығаратын өндіріс орындары көбейді. Әлемде мойындатқан Астана құрылысы бүгінде қазақстандық сәулет өнерінің жарқын көрінісі. Елдік мұратқа жету жолында сіздердің қосып отырған үлестеріңіз зор. Бой көтерген әрбір ғимаратта, әлеуметтік және өндірістік нысандарда сіздердің баршаңыздың қолтаңбаларыңыз жатыр. Сондықтан құрылысшы еңбек қашан да құрметке лайық. Біздің еңбегіміз әрқашан астанамызды көркейтуге, еліміздің игілігіне арнала береді. Сәулетшілердің қағаз бетіндегі жобаларын іс жүзіне асыратын мәртебелі де құрметті мамандық иелері, құрылысшыларды кәсіби мерекесімен құттықтаймыз. Сіздердің еңбектеріңіз әрқашан көркем де жемісті, сәулетті бола берсін.